Саламатсыздар марпестер. Бүгін мен сіздерге мына слайдтың қалай жасалатынын жолын көрсетейін деп едім. Мінекей мына астындағы дискіні сұраған, қалай шықты бұл деп. Осыны қазір қысқа көрсетемін. Мынандай презентацияны сіз де жасай аласыз. Ол үшін мына жаңа слайд деген басасыз. Создать слайд. Мына жерге мына артық дүниенің бәрін алып тастаймыз, удалить етіп. Ең бірінші фон дайындап аламыз. Ол үшін таза парақтың үстінде мышқаның оң жағын басып жібереміз. Формат фона деген таңдаймыз. И градиентная заливканы аламыз. Енді мен алдында осымен жасаған болатынмын. Тип деген тұр ғой, соған радиальный дегенді аласыз. Направление деген жерден мына қараңыз, фондағы жарықтың түсуі. Сол жақтан, оң жақтан, мен алдында мына по центру дегенді алдым, ортасы жарқырап тұратынды. Сосын точки градиенті деп тұр ғой. Мінекей осымен направление жасайсыз, былай жасаңыз, ортасынан кішкене күннің шағылысы сирей бастайды. Бізге мынау суреттегі астындағы дискі керек қой, домалақ. Оны мен мына вставкаға барам, фигурды ашамыз. Мына жерден нені аламыз? Основной фигура деп тұр, сол жердегі овалды алам. Оны осылай сызып алам. Осыны сызғаннан кейін, осы белгіленіп тұрған кезінде контур фигуры алып тастаймыз. Нет контур қыламыз. Заливка фигуры. Так, маған мына түс керек. Серый, енді осыған түстерін үйлесімін өзіңіз таңдайсыз енді. Енді оң жағын басайық, формат фигуры деген шығады. Градиентная заливканы аламыз. Ортасы бұны жарқырап тұру керек. Осыны алып, тоже бұны лай қанықтау қылайық кішкене. Астыңғы фонға қарағанда. Так, енді мұнан басамыз. Эффект дейді ғой, бұған эффект береміз. Ол үшін мына овалға біз тең беруіміз керек қой. Внутри емес, біз не жағынан алайық, сырт жағынан берілсін, тең қойылды. Размытие дейді. Онда осылай осы жерде настройкалардың бәрін жасайсыз өзіңіз. Бізге мына формат объемный фигура керек. Осы қажет қазір. Енді бұл жерден өзіміз материал деген жерге мынаны таңдаймыз. Қайсысы керек сізге? Освещение. Мен мынаны алдым. Темный болған кішкене. Осылай алып болғаннан кейін мына овалды қазір біз енді бұл сурет бізге қарап тұр ғой. Енді бұны қырынан қою үшін мына жерден енді біз нені таңдаймыз? Заготовкиден таңдаймыз бізге. Осылай таңдаймыз міне. Мына астыңғы жағынан перспектива слабая деп тұр, осыны бастым. Барлығын қойдық. Біздің дискі қазір ауысып тұр. Мынаны қойдық, енді үстіне бізге не керек? Сіздің суреттеріңіз қою керек. Ставкаға барасыз. Ставканың ішінде фигуры. Енді оны өзіңіз білесіз, суретіңіз қоясыз ба, әлде басқа бір нені қоясыз ба? Мінекей осыны басасыз. Бұнда да тоже сондай контур фигурды алып тастаңыз. Заливка фигурды тоже таңдайсыз. Қандай қоятыныңызды өзіңіз білесіз. Так. Көкпен қойайын ба? Ашпайтын ма? Мына суретпен қояйын. Енді бұл жерде сіз жаңағы қандай сөздер жазасыз, оны өзіңіз білесіз. Мен мына жерге енді қазір текст жазайын. Файл ставкада болды надпись. Жебет, мәтін деп қойын, сіз өзіңіз жазасыз. Бір сурет қойсаңыз болады. Санан қойдым. Енді бұны да біз тағы да екіншісін жасауымыз керек қой. Ол үшін контролды басып, бізге дыны бассам, міне екінші үлгісі шығады. Көрдіңіз? Тағы да дыны басып жүремін, үшінші көшірмесі шығады. Енді ол үшін мен қазір сәл надан былай кішірейтіп жіберейін. Өйткені ол қазір арт жағына тұру керек та былай. Бұны енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасайсыз. Надан кішкене түсін өзгертіп жіберейік. Так, дизайн. Форматқа барып, заливка. Сарығылық, мынаны да сарығыла салайын. Так, мынау алдында тұру керек. Мына көктің артында тұру керек. Онда біз переместить назад. Артқа қоясыз. Мынаны да тоже переместить формат. Переместить назад қоямыз. Кішкене мынаның эффектісін өзгертуіміз керек біз.
эффект беруіміз керек, формат фигуры. И мына жерден қараймыз. Бұған эффект кішкене бөлектеніп көрініп тұру үшін мынандай беріп едім, кішкене үйлеспеді ма? Мінекей, қазір біз осындай эскизін дайындап алдық қой. Қазір мынаны қарайтын болсам, осы слайдты қазір көрейік. Мына үшеуі бірге тұр қазір қатарынан. Бізге бұл астында бірінші ашылу керек мына диск, одан кейінгі қалған объектілер шығу керек. Енді біз осы дайын дүниеге не қоямыз? Анимация. Мына астыңғы дискіні басып тұрмын қазір. Анимацияға барамыз. Мына жерде неге қоямыз мұны? Часовая стрелкаға қоям. Көрдіңіз, астындағы диск ойнады. Қайтадан көру керек. Мінекей. Енді бізге бәрі одан кейін енді по порядку шығу керек. Мына мәтінді неге қоям? Мына бірінші мәтін шығуды, осына енді екінші анимация беруім керек. Вылет деген тұр, мінекей. Вылетті қоям. Бірақ вылет бізге астынан емес, бізге вылет үстінен керек. Ол үшін мына параметр эффектіге барып, сверхуды басам. Енді одан кейін мына мәтін шығу керек. Оғанда мына вылет дегенді бассам болады. Қайта-қайта олай істей бермей, негізі былай жасауға болады. Мына ортада тұр ғой, бірінші осы анимацияны басып, дайын тұрғанда анимация по образцу деген тұр, мінекей. Осыны басып, мынаған жіберем. Көрдіңіз? Сонда мына үшінші мына мәтін келеді. Енді төртінші мынау ойнау керек қой. Оғанда тоже мынау басылып тұр қазір. Анимация по образцуды басып, мына үшінші басып қалам. Сонда бұл төртінші болып ойнау керек. Енді қазір ойнатып көрейік. Бірінші шығады. Екінші, төртінші болып шықты. Енді бұны қазір пока слайда қойсақ, қазір қалай шығады екен. Дайын фон. Біздің дискіміз шықты. Алғашқы мәтін. Келесі дизайн. Үшінші нұсқа шықты. Осылай өзіңіз қажетті дүниелеріңізді осы жерге сурет қойыңыз, аты жөніңіз жазыңыз. Мүмкін сабақтың тақырыбы, мақсаты, күтілетініне шежеп жазасыз ба? Ол өз фантазияңызға байланысты. Мінекей осындай дүниені сіз де жасап көріңіз.